Бәріңе сәлем болашақ грант егерлері, байланысты Геонлайн және мен Диля апай. Не істейміз айдарына қош келдіңдер. Бүгін біз көбі біле бермейтін еңбек дағдылары мамандығын талдайтын боламыз. Прикиньте, осындай мамандық бар және оған грант бөлінеді. Ендеше кеттік. Еңбек дағдылары немесе HR менеджер, HR Human Resources деген ағылшын сөзінен шыққан, яғни адам капиталы немесе адам ресурстарын басқару деген мағынаны білдіреді. Және бұл көбісі ойлайтын рекрутер немесе ата-анамыз ойлайтын кадровик емес. Оның жауапкершілігі адамды жұмысқа алудан тереңірек түседі. Яғни ол жаңа жұмыскердің іріктеуден, сұхбаттан өтіп, оның кейінгі компаниядағы адаптациясына да жауап береді. Яғни дорамадағы басты кейіпкерлерге собеседованиеда сұрақ қойып отыратында, кейін сол стажерлардың адаптациясына жауап беріп оларды бақылап жүретінде HR менеджерлар. Компанияда 30 не 40 адамнан көбірек адам жұмыс жасаса, компания басшысы жұмыстың өнімділігін арттыру мақсатында HR менеджерді бекітеді. Ал HR менеджер өз кезегінде сол басшының оң қолы атанып, жұмыскерлердің арасындағы қарым-қатынасты жақсартып, өнімділікті арттыруда еңбек етеді. Енді HR менеджерлердің негізгі қызметтеріне тоқталып кетейік. Біріншіден, HR менеджерлер бос жұмыс орындарына дұрыс кадрларды табуға жауапты. Ол оларды сұхбаттан өткізіп, жұмысқа қабылдау процесімен толық айналысады. Екіншіден, компания қызметкерлерінің кәсіби дамуына жауап береді. Яғни адамды алып қана қоймай, оны оқытып, оның біліктілігін арттыру үшін түрлі мастер-класстар өткізіп, жаңа дағдыларды дамыту барысында бағдарламаларды ұйымдастыруға жауапты болады. Үшіншіден, HR менеджерлер корпоративтік мәдениетті дамытады және қызметкерлердің мүддесін қорғайды. Яғни сен болашақта жұмысқа тұратын компанияда HR менеджер жұмыс жасаса, демек сенің құқың қорғалады. Осыны біліп жүр. Төртінші, жалақы беру, сыйақы беру жүйесін дамыту және қызметкерлердің еңбек өнімділігіне қарай марапаттау жүйелерін әзірлейді. Ай үздігін марапаттау немесе KPI, яғни бір айлық нәтижелі жұмыс жасаған үшін ақшалай сый-сияпат беруді ұйымдастыратында осы HR менеджерлер болып табылады. Және бесіншісі, ең маңыздысы, қызметкерлердің қолайлы ортада жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Алдыңғы жылы бұл мамандыққа 25 грант бөлінді және ең шекті күні 114 ұпаймен грантқа түскен болатын. Ең қызығы, бұл мамандық Қазақстандағы бір-ақ универде, Алматыдағы Нархоз университетінде оқытылады және оған түсу үшін география, математика комбинацияларын таңдауларың керек. Жалақысына келсек, HR менеджерлердің жалақылары жұмыс жасайтын компанияның көлеміне, жұмыскерлердің санына және сол компанияның орналасқан өңіріне байланысты болады. Мәселен, Қазақстандағы үлкен Алматы, Астана қалаларында HR менеджерлер 300 мыңнан 800 мыңға дейін айына жалақы алады екен. Прикиньте. Бірақ әрине ондай жалақыны алу үшін сендерде маңызды қабілеттер дағдылар болуы керек. Бірінші, бұл коммуникация дағдысы. Сендер жаңағы айтқандар Human Resources, яғни тікелей адамдармен жұмыс жасайтын болғандықтан түрлі адамдарды кездестіресіңдер және әрқайсына индивидуальный подход таба білу керексің. Біреуіне дос ретінде қарап, біреуіне басқаша екпінмен өзінің шарттарында дұрыс конфликтсіз жеткізе білу керексің. Және екінші сәйкесінше конфликттерді шеше білу қабілет. Яғни былайынша айтқанда бір қазанда 1045 адам, бір компанияда 1045 түрлі адамдар араласады. Яғни жыбы келіспеушіліктер болады. Ал ол жұмыс ортасының атмосферасын бұзады. Минус аура дейді, вроде осындайды. И вот сен сондай кезде плюс аура қылып жіберіп, сол конфликттарды шешуің керек. Үшінші, бұл талдау және шешім қабылдау. Яғни сен жұмыскерлерді жаңа айтқанда эффективтілігін бақылайсың, оны қалай арттыруға болады деп ойлайсың. Ал эффективності төмен болса жұмыскердің, оны қалай арттырам немесе жұмыстан шығарам деген бір ойларды да уже ойлап отыруың керек. Яғни анализ жақсы жасай білуің керек. Төртіншісі, бұл заңнаманы білу. Яғни еңбек кодексін, жұмысшылардың міндеттері мен олардың құқықтарын білу керексің және компанияның ішкі ережелерінде ойда сақтауың керек. HR менеджер заңнамаға сәйкес барлық процесстерді реттеп отырады. Осы мамандықты оқыған соң сен HR директор, рекрутер менеджер или тренинг менеджер бола аласың. Тіпті одан да көп комбинациялар құра беруге болады.
Сондықтан егер сен геомат таңдап дарамындағыдай адамдарды басқарып компанияның жұмыс өнімділігін арттыру үшін жұмыс жасағың келсе, онда осы мамандықты кеңес беремін. Жаңа айтқанымдай ең шектік бұл 114 ұпай балл болды, сондықтан геомат таңдап 114 ұпаймен грантқа түскен болып тұр оқушылар. Сен де сондайды қаласаң, онда осы мамандықты қарап көрсем болады. Ал мен саған келесі кездескенше дейін болашақ грант иегері. Бәріне сау. Мен кеттім.